кітап жаназығы. Яғни мен өзімнің бос уақытымды кітап оқумен өткіземін. Соның ішінде соңғы оқыған кітабым Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» кітабы. Мұнда атақты Кеңес одағының батыры, жазушы Бауыржан Момышұлы өзінің балалық шағынан ер жеткенге дейінгі кездерін жазған. Яғни Бауыржан Момышұлы әжесі Құлтумастың қолында 3 жастан тәрбиеленгендіктен әжесінің ертегі аңыз әңгімелерімен сусындап өседі. Бұл кітапты өзімнің сыныптас достарыма және де біздің мектепте оқитын барлық оқушыларға оқуға кеңес беремін. Оқу енемен құдық қазғандай демекші. Менің өз қорымда Жүсіпбек Аймауытұлының «Ақбілек» деген романы бар. Бұл роман психологиялық тұрғыдан қарағанда өте терең роман. Мен бұл романды өзімнің құрбыларыма, құрдастарыма және достарыма да оқуға кеңес берер едім. Себебі бұл романда сабырлыққа, намыстылыққа және де тағы да басқа осындай жақсы жақтарға итермелейді. Және де бұл романда тек қана бұның барлығы сынақ екені ғана жазылған. Білім өмір шырағы. Мен кітап оқығанды өте қатты жақсы көремін. Соның ішінде Бердібек Соқпақбаевтың «Балалық шаққа саяхат» кітабы. «Балалық шаққа саяхат» кітабы Бердібек Соқпақбаев балалық шағын айқын бейнелеген. Және осы кітапты оқуға достарыма кеңес беремін. Құрметті достар, баршаңызды кітап оқуға шақырамыз.